Мен өз көрпешемнің шетінен ұстап оранып жаттым, және мен өзімді жақсы сезіндім. Мен мылжыңды және жылы, көп қолды және көп аяқты, үлкен бір нәрсенің бөлшегіне айналдым. Мен құйрыққа немесе қолға, мүмкін тіпті сүйекке айналдым. Әрбір қимылда басым айналды, және бәрібір баяғыдан бері маған бұлай жайлы болған емес. Осы түнді бақытты және балбыраған күйде ертегі тыңдап, мас болып өткізесің деп, егер әлдебіреу маған азанда айтқанда, мен бұған сене алар ма едім? Бәлкім жоқ. Ертегілер жарық сөндірулі кезде қорқынышты емес айдаһарлармен және василиктермен, ақымақ ақ қалалармен